Саламатсыздар ма? Құқықтану білім бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі біздің пәніміз Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Соның бірінші тақырыбы адвокатура курсының ұғымы, пәні және міндеттері. Қаралатын сұрақтары: адвокатура ұғымы және оның маңызы, адвокатура туралы ғылым, адвокатура ғылыми пән ретінде және адвокаттық қызметтің құқықтық негіздері. Енді адвокатура ұғымына бірнеше анықтама бар. Көбіне адвокатура адвокаттық кәсіп, яғни сотта адамның мүддесін қорғаудан тұратын қызметтің бір түрі болып табылады. Адвокатура бұл адвокаттардың қоғамдық тобы, яғни өздерін бұл мамандыққа арналған тұлғалар тобы болып табылады, яғни класы. Адвокатура адвокаттардың сословиясы, яғни өздерінің кәсібін өздеріне арналған тұлғалар тобы. Адвокатура сот өкілдігінің қарама қайшылықтарына құқық қорғаушылық болып табылады. Адвокатураның ең толық ұйымын былай деп айтқан: адвокатура бұл заң негізінде жеке азаматтар мен заңды тұлғаларға заң жүзінде көмек көрсететін мамандандырылған қоғамдық ұйым. Және де дәл осындай анықтаманы Халиковтың еңбегінен де табуға болады. Ол адвокатураға мынандай анықтама береді: адвокатура дегеніміз өзін-өзі басқаратын қоғамдық ұйым. Ол заң негізінде халыққа және ұйымдарға құқықтық мәселелер жөнінде ақыл кеңес беру, алуан түрлі құжаттар мен іс қағаздарын жасау, сотта қылмыстық істер бойынша өкіл болуды жүзеге асыру жолымен заң көмегін көрсетеді. Бұл ұғымдардан адвокатураның заңға негізделіп, азаматтарға және заңды ұйымдарға құқықтық тұрғыдан ақыл кеңес, түсіндірмелер, заң жөнінде ауызша және жазбаша анықтамалар беретін, азаматтар мен заңды тұлғалардан арыздар, шағымдар және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жазатын, сондай-ақ азаматтық істер мен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша соттарда және тағы басқа мемлекеттік органдарда өкіл болуды, қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеу және сотқа жәбірленушінің қорғаушылары, өкілдері, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер ретінде қатысуды жүзеге асыратын, өзге де заң көмегін көрсетеді, өзін-өзі басқарады қоғамдық ұйым екенін анық көреміз. Адвокат тәуелсіз саналатындықтан олардың қызметі кәсіпкерлікке жатпайды, мемлекеттік мекемеде де болып табылмайды. Адвокатура азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды заң шеңберінде жүзеге асыра отырып, адвокаттық қызмет атқаратын азаматтардың ерікті қоғамдық ұйымы болып табылады. Жалпы халықтың сауаттылығының және мәдениетінің көтерілуі, олардың әлеуметтік саяси тәжірибеге ие болуы, демократияның дамуы, оның негізгі принциптерінің насихатталуы, соның ішінде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау және басқаларды осы аталған адвокатура сияқты құқықтық институттың туындауына себеп болады. Адвокатураның ұйымдастырушылық құқықтық нысаны ол адвокаттар алқасы, ал оның мүшелері адвокаттар болып табылады. Енді адвокатура оқу курсы ол Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызметтің және жеке адвокаттың кәсіби маңызды қасиеттері, адвокатура тарихы, адвокаттық қызметтің құқықтық ұйымдық және этикалық негіздері, адвокаттың сотта сөйлеу, шешендік өнері, сондай-ақ адвокаттар көрсететін әртүрлі кәсіби заң көмектерінің түрлеріне жалпы сипаттама бере отырып,
осы жаңағы қарастырылған мәселелерді зерттеуді айтамыз. Енді адвокатура ғылыми білім жүйесі ретінде салалық заң ғылымдар жинаған белгілі бір идеялардың нәтижесінде әрекет етеді. Теориялық саналы адвокатура өз қызметінде пайдаланатын салалық ғылымдар арқылы ғана емес, сонымен қатар тиісті істер бойынша адвокаттардың нақты жұмысы арқылы тікелей практикамен байланысты. Енді осы пән адвокатура туралы ұғым және оның алдына қойған мақсаттар мен ұйымдастыру тәртібі және Қазақстанда адвокатураның қалыптастыруы революцияға дейінгі кеңес заманында және қазіргі уақытта даму кезеңдері туралы адвокаттар алқасы мен оның органдарының заңи тұрпаты, олардың мемлекеттік органдармен қарым-қатынасы, адвокаттардың құқықтары мен міндеттері туралы жалпы түсініктер алуға септігін тигізеді. Сонымен қатар бұл пәнде адвокаттық қызметтің негізгі бағыттары туралы айтылып, адвокаттың қылмыстық істерде қорғаушы ретінде, азаматтық істерде өкіл ретінде қатысу ерекшеліктеріне аса назар аударылады. Адвокатураның Қазақстан Республикасының қызметінің ұйымдық негізі ол адвокаттар алқасы болып табылады. Бұлар 10 құрылтайшының басымдығы бойынша ауқымдық белгілер бойынша құрылады. Адвокаттар алқасын құруға мемлекеттік органдардың арнайы рұқсаты талап етілмейді. Адвокаттар алқасы адвокаттық қызметпен шұғылданатын адамдардың ерікті бірлестігі болып табылады. Адвокаттар алқасы заң бойынша коммерциялық емес, дербес, мамандандырылған, өзін-өзі басқаратын және өзін-өзі қаржыландыратын адвокаттардың ұйымы болып табылады. Адвокаттар алқасы азаматтар мен заңды тұлғаларға мамандандырылған заң жүзінде көмек көрсету үшін адвокаттардың құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру мен қорғау үшін Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңда белгіленген тағы басқа қызметтерді жүзеге асыру үшін құрылады. Облыс, республикалық маңызы бар қала, республика астанасының аумағында бір адвокаттар алқасы құрылып, қызмет істей алады. Адвокат алқаларының қызметін белгілейтін негізгі құжат адвокат алқаларының жалпы жиналысында қабылданған оның жарғысы болып табылады. Енді адвокаттың міндеті. Адвокат міндетті түрде адвокат алқасының мүшесі болып табылатын және Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңының нормаларымен реттелетін адвокаттық қызмет шеңберінде кәсіптік негізде заң көмегін көрсететін Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Адвокат алқасының мүшесі болу үшін жоғары заң білімі бар, заңгер мамандығы бойынша жұмыс стажы 2 жылдан кем емес, және адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алған Қазақстан Республикасының азаматы мүше бола алады. Қазақстан Республикасының президентінің лицензиялау туралы заң күші бар жарлығында айтылғандай, азаматтарға қызмет көрсетуге байланысты мынандай қызмет түрлері лицензиялауға жатады. Мемлекеттік емес субъектілерін іс кесу, яғни детективтік, және күзет қызметіне адвокаттық қызметке байланысты заң қызметін көрсету. Және адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияны әділет біліктілік алқасының ұсынымы негізінде Қазақстан Республикасының әділет министрлігі береді.
Берілген лицензия негізгі тұрақты болып табылады және оның күші Қазақстан Республикасының барлық аумағында қолданылады. Адвокатқа лицензия біліктілік емтиханын тапсырған жағдайда беріледі. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін лицензия мынандай тұлғаларға берілмейді. Олар қасақана жасаған қылмысы үшін сотталған тұлғаға, жазасын өтеп жатқан тұлғаларға, алкоголь мен есірткі заттарды пайдалану нәтижесінде тиісті тәртіппен әрекет қабілетсіз немесе әрекет қабілеттігі шектеулі деп танылған тұлғаларға, лицензия алу үшін біліктілік емтиханын тапсырмаған тұлғаларға, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын немесе қандай да ақы төленетін қызмет түрімен айналысатын тұлғаларға және де заңмен көзделген тағы басқа жағдайларда. Адвокаттың міндеттері. Енді адвокат заң талаптарын сақтауға міндетті және көмек сұрап өтініш жасаған адамның келісімінсіз оларды жария етуге құқығы жоқ. Мемлекет өз кезегінде адвокаттарға заң бойынша қойылған талаптарды орындалуын қамтамасыз ету үшін белгілі бір шараларды қолдануға, яғни құқық қорғау органдарында және әділет органдарында белгілі бір өкілеттікті беру арқылы құқықтық қызметпен жаңағы халыққа заң көмегін көрсету аясындағы қызметі құқықтық тұрғыда реттейді. Осылайша реттеудің мақсаты болып, құқықтық көмек көрсету рыногын жоғары сапалы құқық қорғау қызметімен толтыру болып табылады. Қылмыстық және азаматтық істер бойынша сотқа қатысудан басқа адвокат азаматтарға құқықтық көмек көрсетеді. Бірлестіре отырып ұйымдарға, мекемелерге, кәсіпорындарға берген сауалдарына заңды негізге ала отырып консультациялық кеңес береді. Осы консультациялық кеңес негізінен туындап тұрған дауды бастамас бұрын ол талап арызды қалай керек екендігін, әкімшілік, әлеуметтік, саяси тұрғыдан еңбек қатынастарының барысында туындаған жаңағы даулы сауалдардың дұрыстығын анықтауға адвокат осы жұмыс арқылы ашып береді. Назарларыңызға рахмет.